Сәлем достар, Барселона дегенде ең бірінші ойға келетін әрине футбол командасы. Біз бүгін Каталония орталығы Барселона қаласы туралы сіз естімеген қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Барселонада 1,6 миллион адам өмір сүреді. Испания қалалары арасында 2-ші орын және Европалық одақта 10-ші орын. Қалалық тұрғындардың тығыздығы 1 шаршы километрге 16.000 адамды құрайды. Қаланың негізін қалаушы кім екені белгісіз. Ол туралы екі аңыз бар. Біріншісі бойынша Рим пайда болмай тұрып 4 ғасыр бұрын Геркулес қалыптастырған. Екінші аңызға сәйкес қала біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырда Ганнибалдың әкесі Хамилкар Барк тарапынан құрылды. Кез келген адам өзіне ұнайтын аңызға қатысты таңдау жасайды. Барселона ең әдемі жағажайлы қала. 1992 жылға дейін қаланың жағажайлары бос уақытты өткізу орны ретінде жұмыс істемеді. Оған дейін Барселонаның 4,5 километрлік бүкіл жағалауы тек өнеркәсіптік мақсатта қолданылған. 1992 жылғы Олимпиадаға дайындық барысында олар қаланың басқа бөлігіне көшіру туралы шешім қабылдады және жағажайды демалыс орны ретінде жабдықтауды шешті. Диагональ Мар ауданында ескі заводтардың бірін көруге болады, бірақ ол да жұмыс істемейді. Халық ең көп баратын жер Саграда Фамилия соборы. Оның құрылысын 1882 жылы Франсиско де Пауло де Вилар бастады. Кейін атақты сәулетші Антонио Гауди жалғастырды және оның құрылысы әлі күнге дейін бітпеген. Оның құрылысының ұзаққа созылуының бір себебі ол тек таза халықтың жинаған ақшасына салынып жатыр. Сонымен қатар Барселонадағы көптеген құрылыс осы Антонио Гаудидің атымен байланысты. Қаланың ортасында Кристофор Колумбқа арналған 80 метрлік ескерткіш орнатылған. Себебі теңіз саяхатшысы Америкадан ең бірінші осы Барселона жағалауларына келген еді. 1992 жылы Барселона жазғы Олимпиада ойындарын, ал 1929 жылы дүниежүзілік экспо көрмесін өткізді. Қаланың көптеген көрікті жерлері мен қала құрылыстарының басым көпшілігін осы оқиғаларға арнап жасаған. Тағда бір саяхатшылар көп баратын жер готикалық квартал. Апта сайын бүкіл әлемнен миллионнан астам саяхатшылар өзіне тартады. Бұл ескі аумақ Барселонаның жүрегі деп те аталады. Себебі Барселонаның қақ ортасында орналасқан. Сонымен қатар, бұл жерде Рим дәуіріндегі ескерткіштер көп. Барселонаның керемет көріністерін бағалап, және қаланың сұлулығын түрлі бұрыштардан көруге арналған көптеген алаңқайлар бар. Бірақ ең қызықтысы қаланың үстінен 100 метр биіктікте арқанды жолмен ұшып өту. Барселонаның ескі портында басталатын және Монжуик тауына апаратын арқанды жолмен ұшып өту арқылы қаланың керемет көрінісін тамашалайсыз. Әрине, Барселонаға барып жатсаңыз, бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Қаланың визиткасы және оның символы жалпы ұзақтығы 1 километрден асатын Рамбла бульвары. Ол Каталония алаңынан ескі портқа дейін созылып, Барселонаны 2 бөлікке бөледі. Қаланың басты жаяу жүргіншілерге арналған көшесінде барлық нәрсе бар. Кәдесый дүкендері, мейрамханалар, дүкендер, көше суретшілерінің қойылымдары және тағы басқалар. Әрине, Барселонадағы тағы бір керемет жер ол Камп Nou стадионы. Сіз футбол жанкүйері болмасаңыз да, әлемдегі ең үлкен стадиондардың бірінде болып, ондағы мұражайды аралауға міндеттісіз. Бұл қалада футбол өмірлерінің ажырамас бөлігі.